Қыздар, мен қазір ақшаға қатысты бір мысалмен бөлісемін. Міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Бұл сізге өміріңізді өзгертуге өте күшті бір сабақ аласыз, және бұл ақылы сабақты мен қазір сізге тегін берейін деп отырмын. Яғни мынадай, мысалға айталық, сіздің қазіргі табысыңыз 300 мың теңге. Иә, сіз 300 мың теңге емес, сізге бір 500 мың теңге немесе 700 мың теңгеге көтергіңіз, мүмкін миллионға көтергіңіз келеді, иә, табысыңызды осылай көтергіңіз келеді. Бірақ сіз бір емес бірнеше жұмыс жасасаңыз да, неге екені белгісіз, осы 300 мыңның айналасынан аспай жатады, иә, ақшаңыз. Бұл жерде енді не істеуге болады? Яғни сіз өзіңізге сұрақ қоясыз. Қандай сұрақ? Осы ең сиқырлы сұрақ, осы жердегі мұқият болыңыз. Міне, егер де мен табысымды 500 мың теңгеге немесе 700 мың теңге немесе жақсы миллион теңгеге көтеретін болсам, маған келетін қандай қауіп бар? Сұрақ қоясыз. Яғни сіз осы жерде көп адам бүйтіп айтады, ой, ешқандай да қауіп жоқ қой дейді. Негізінде бізді басқарып отырған түп сана. Ол түп сана, біз неше рет, қанша рет жұмыс жасасаңыз да, сіз неше жұмыс жасап жатсаңыз да, сіздің табысыңызды неге көтерілмейді? Себебі түп санада көп ақша, яғни бір қауіп. Яғни анау жаңағы бізде балық шағымыз бар ғой, байлар деген бай болса жаман болады, байлар деген жаңағы семіз болады, оларды адамдар жақсы көрмейді деген секілді миыңызда сондай қауіп бар. Осы қауіпті табу керексіз. Яғни сіз оны өзіңізден табасыз, оның ішкі сіздің әлеміңізден табасыз. Иә, сұрақты солай өзіңізге қойған кезде сізден бастапқыда шықпауы мүмкін, бірақ бірнеше рет қайталап қойып көріңізші. Сол кезде сіздің ішіңізден соның жауабы шығады. Жауабы шықса, значит сіз уже 50% жасадыңыз деген сөз. Кейде қыздар, бұл бір ғана жауап емес, бірнеше жауап шығуы мүмкін. Оны да қарап көріңіз. Оның бәрін өзіңізден ішіңізге, әлеміңізге үңілген кезде ол да шығады. Енді жауапты таптым деген сөз, ол жұмыстың уже жартысы жасалды деген сөз. Ендігі жартысы, яғни осы қауіпті миға түсіндіру. Яғни ол действительно шындығында да ол қауіп па? Сіз қазір мысалға, қазіргі дәл осы таңда сіз сол миыңыздан шыққан ақпаратты қауіп көріп тұрсыз ба? Жоқ, әрине. Яғни осыны миға түсіндіру. Шындығында да ол менің балалық шағымдағы алған бір қауіп екен. На самом деле шындығында да ондай қауіп жоқ деген секілді миды сендіру үшін жан-жақты жаңағы факттар керек болады. Осындай факттар миды сендіресіз. Ми қашан, біз деген миллион теңге тапсақ ешқандай қауіп жоқ екен ғой дегенді қашан түсінеді, сол кезде сіздің өміріңізде сол ақша болады, иншалла. Міне, осы керемет жаңағы жұмыс соңына шейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде бөлісіңіз және сақтап алыңыз.